Жылдам хабарнама шұғылдырек. Әйелдерге байланысты жақсы жаңалық. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Дүйсенова әйелдерді жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау шаралары туралы хабарнамасын хабарлады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова үкімет отырысында Қазақстанда әйелдер жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бойынша жүзеге асырып жатқан шаралар туралы айтып берді деп хабарлайды бақ.қыз. ЕХЭККМ басшысы сөз башысы республикада 4,3 миллион жұмыспен қамтылған әйел бар екенін, бұл жұмыспен қамтылған халықтың жалпы саны 48%-ын құрайтынын айтып өтті. Әйелдердің 35%-ы сауда және қызмет көрсету саласында, 32%-ы білім, денсаулық сақтау және ғылым саласында, 14%-ы кәсіпорын құрылыста және де көлікте, 9%-ы Астана ауыл шаруашылығы жұмысымен істейді. Өңірлік жұмыспен қамту карталарының аясында әйелдердің нәтижелі жұмыспен қамтуға тарту бойынша белсенді жұмыс жүргізіледі. Мысалы, 536 мың әйелдің адам жұмысқа орналастырылды. Бұл барлық жұмысқа орналастырылған азаматтардың 55%-ын құрайды. Ал ағымдағы жұмыстың 2 айында бұл көрсеткіш 32 мыңнан астам, деді Тамара Дүйсенова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан біле аласыздар.